Алғашқы сұрақты педагогикалық сынып оқушыларына арнаймын. Мен педагог боламын жобасы аясында ұйымдастырылған қай іс-шара ерекше естеріңізде қалды? Еріктілер тобын құрып, үлкен жүрек орталығына барған күн әлі есімде. Ондағы мақсатымыз ұстаз еңбегінің тек білім берумен шектелмейтіндігі. Ұстаз мамандығына үлкен жүректілік, төзімділік керек екенін сөзбен емес іспен көрсету мақсатында еріктілер тобын құрдық. Осы жоба барысында мүмкіндігі шектеулі жандарды қамқорлыққа алу арқылы олардың да қоғамда орны бар екенін түсіндіре білдік. Жақсы жауабыңызға рахмет. Қайша Серғалиқызы, педагогикалық сынып жобасына барлық оқушылар қатыса алады ма? 7-8 сыныптардан бейімділігі бар 48 оқушы анықталып, 2 топта білім алуда. Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжімен жасалған келісімшарт негізінде жоспарлы жұмыс жүргізілуде. Жақсы жауабыңызға рахмет. Қазіргі таңда педагогикалық сынып оқушылары Алихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлық техникалық колледжіне барып, білім алып жүргенін білеміз. Гүлназ Ермасбековна, колледжде педагогикалық сыныптың оқушылары қандай мамандықтарға оқып жатыр? Не біліп жатыр? Жалпы бұл педагогикалық сынып жұмысы бағдарлама бойынша 2019-2020 оқу жылынан бастап және осы күнге дейін өз жұмысын жалғастыруда. Курстың мақсаты бойынша мектеп оқушыларын педагог қызметінің әлеуметтік жауапкершілігі мен гуманитарлық маңыздылығымен таныстыра отырып, педагогикалық мамандықтарды саналы түрде қабылдауға үйрету болып табылады. Осы мақсатта колледжіміздегі келесі мамандықтар бойынша, яғни бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі, көркем еңбек және дизайн, мектепке дейінгі білім беру, музыкалық білім беру, дене тәрбиесі және спорт, ағылшын тілін оқыту әдістемесі мамандықтары бойынша оқушылардың қарапайым түсініктерін қалыптастыру мақсатында түрлі іс-шаралар мен жұмыстар жүргізілуде. Жақсы, сіздің жауабыңызға рахмет. Қазіргі кезде мектептерде ер мұғалімдердің аздығын білеміз. Педагогикалық сыныпқа ер мұғалімдердің қызығушылығы қандай? Өте орынды сұрақ. Бұл жобаның ерекшелігінің өзі осында. Жобаға көбірек ер балаларды көбірек тартудамыз. Мектеп лицей алдында тұрған негізгі мақсат табысты ер мұғалімдердің жұмыстарын үлгі ретінде көрсетіп, оқушыларымыздың қызығушылығын арттыру. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Келесі сұрақ педагогикалық сынып оқушыларына арналады. Жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді деп Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, оқушының жан дүниесін түсініп, шәкірт жүрегіне жол таба білген қандай ұстаздарды білеміз? Мен 8-ші педагогикалық сынып оқушысы Мұрат Дәулет. Мектеп үйрететін ортақ, оның жүрегі мұғалім. Шәкірт жүрегіне жол таба білген ұстазым тарих пәні мұғалімі Әдібек Қасқабайұлы. Дайындаған шәкірттері қалалық облыстық дебат ойындарын жүргізгендері. Әдібек Қасқабайұлының сабақ беру, дебат турларыма үлкен шабыт беріп, педагогикалық сыныпқа келуіме жол ашты. Қазіргі кезде мектепшілік дебат турларын өзіміз ұйымдастырып жүрміз. Дебат ойыны бойыма білімділік, әдептілік, ақылдық қасиеттерді қалыптастырды. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Тағы да шәкірт жүрегіне жол таба білген қандай ұстаздарды білеміз? Мен 8-ші педагогикалық сынып оқушысы Тұрысбек Мирас. Баланың шығармашылық қабілетін қалыптастыру, дамыту бағытындағы іс-әрекетке көшу заман талабы. Шығармашыл ұстаздың шәкірті де шығармашыл ізденімпаз болып қалыптасады. Оған білімнің нұрын қойып, ынтымақтастықта әрекет етсе, шығармашыл дарынды тұлға шығары сөзсіз. Ерсұлтан Беркінұлы аймақтық, республикалық, халықаралық жабылған байқаулардың жүлдегері. Ерсұлтан мұғаліме еліктеуім робототехникаға деген қызығушылығымды оятты. Қазіргі таңда бастауыш сынып оқушыларына Кегенов роботымен жұмыс жасауды үйретіп жүрміз. Ал Кегенов роботы қалай жұмыс жасайды, бізге көрсете аласыздар ма? Біз барлығымыз білеміз, спорттың түрі өте көп, және спорттың ең басты мақсаты жеңімпазды анықтау. Робототехника саласы бойынша да спорттың түрлері кездеседі. Оның бірі кегелек. Кегелікті шеңбер ішінде 8 кегел орналасады. Ал роботтың мақсаты әр кегелді аз уақыт ішінде шеңбердің сыртына шығарады. Здравствуйте, дорогие гости. Я представитель педагогического 8 класса Чарохана Амзят. Так как наше обучение с нашей информатикой проходит очень тесно, я стал наставником для начальных классов. Я обучаю их тому, чему знаю сам. Тем самым мы участвуем в разных олимпиадах, конкурсах и так далее. Попрошу детей представиться. Менің атым Молболсын Сұлтан. Өмірсер, Мирас, Қайырберлі Еркебұлан. Ал енді балалар, біздің роботымызды қонақтарға таныстырайық. Бампер құрастыру үшін ең бірінші мен Лего Еватри Легосын қолдандым. Осы Легодан алдыңғы және артқы бампер құрастырдым. Біз Еркебұлан екеуміз программа қолын жасадық. Бұл программа роботтың қозғалуына және
дереу күшті шеңберден шығаруға жауап береді. Ал енді балалар, роботымыз қалай жұмыс істейтінін көрсетейік. Жақсы, сіздерге рахмет. Келесі сұрақ педагогикалық сынып оқушыларынан алады. Мен педагог боламын жобасы қандай нәтижелерге қол жеткізді? Мен жетекші педагогикалық сынып оқушысы Армия Асылжан. Мен педагог боламын жобасы аясында талантты, креативті, білікті ұстаздарымыздың берген білімдерін жетілдіріп, Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжімен бірлесе, кемел ұрпақ тәрбиесіне өз үлесімізді қосқымыз келеді. Мен педагог боламын жобасы болашақ мамандыққа үлкен жауапкершілік, сабырлық, мейірім қажеттілігін сезіндірді. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Асылжан, педагогикалық сыныптың алғашқы оқушыларының бірі Алтынайдың да ойын тыңдап кетсек. Мен Әлихан Мусин атындағы Балқаш гуманитарлы техникалық колледжінің 3-ші курс студенті. Осы мектеп вице-директоры Кенжетаева Алтынай. Педагогикалық мектепте оқу барысында ұстаздық мамандығына деген қызығушылығым артты. Осыған орай 9 сыныптан кейін БКТК бастауыш оқудың педагогикасының әдістемесі мамандығы бойынша оқуға түстім. Мектепте де практикада өту барысында оқушылардың біліміндегі олқылықтарды жою, сапаны арттыруда, жоба қатысушы оқушылармен бірге жұмыс жасау, түрлі көрсетулер даярлауда, осы педагогикалық сыныпта үйренгенім үлкен көмегін тигізуде. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасау, үйлесімді киіну, әдепті сөйлеу, жан-жақты болуға, түрлі мамандықтарға жол ашар курс деп айтар едім. Жақсы, жауабыңызға рахмет. Арайлым Талғатқызы, мектеп лицей түлегісіз. Біздің орталықтың өнімдерімен біз осы тұқымдардан микроөсімде өсіріп шығамыз. Олар ерекшеліктері 7 күнде өсіп шығып, жарық пен биогумус деген топырақты ғана қажет етеді. Осы тұқымдардан біз детокс музейін жасаймыз. Олардың бәрі пайдалы өнімнен жасалынады. Енді Абай атамыз айтқандай, ғылымға көңіл бөлсеңіз демекші, бұл біздің орталығымыз негізгі бағыты экологиялық таза өнім алу, экологиялық сауаттылық болып табылады. Назарларыңызға рахмет. Жақсы, сіздердің жауаптарыңызға рахмет. Келесі сұрақ Айша Серғалиқызына алады. Мен педагог боламын жобасының болашағы қандай? Келесі оқу жылынан бастап 9-10 сыныптардан педагогикалық сынып ашу жоспарымызда бар. Одан бөлек мен болашақ мұғаліммін атты авторлық бағдарламаны құрастыруды да жоспарға кіргізіп отырмыз. Жақсы, рахмет. Ал енді бүгінгі педагогикалық сынып ашық алаңын қорытындылап кетсек. Педагогикалық сынып мамандық таңдауға жол ашар, болашақтың бастауы. Жеке тұлғаны дамытып, көшбасшылық қабілетін дұрыстайтын тамаша жоба. Үлкеннің кішіге қамқорлығын, кішінің үлкенге ізетін сездіртетін ынтымақтастық ортасы. Мен педагог боламын. Педагогикалық сынып жобасы кәсіптік балдар беру жұмысын жандандыратын бірден-бір жоба. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан деп Абай атамыз айтып кеткендей, бүгінгі ұстаздың шәкіртке берген тәрбиесі ертеңгі шәкірттің азығы. Оқушыны білім нәрмен сусындап, шәкірт жүрегіне жол таба білген ұстаздарымыздың мәртебесі арта берсін. Ашық алаңды жабық деп жариялаймыз. Сіздермен болған мен Габдулманат Мирас. Назарларыңызға рахмет.